Бізде молдалар не дейді? 30 жылда біздің молдалар не деп дәріс берді? Байпақ жуу туралы, ашамайды қалай жуу туралы дәріс берді. Анау Египетке барып оқып кел деп қалың ғұламаны жіберсек қайтып кел. 7 жылда не оқыды олар? 7 жылда ашамайды жуудың 7 түрлі жолын үйреніп келді. 7 түрлі сабындап жуу, сабынсыз жуу, сол ашамай жууп тоңқаңдағаннан басқа не берді солар халыққа? Мынау дінсіз, құдайсыз кәпірлерді одан көрдік. Ойбай енді бір дінмен дұрысталамыз ба деп едік, дінге кетіп еді, аналар кетті. Бірін-бірі топқа, сектаға бөліп, менің қолымда Құдайдың жәннат куәлігі бар, сен кәпірсің, анау айтады, сенің менің қолымда куәлік бар, сен кәпірсің, бірмен бірі қырқысқан қалың секта. Енді миды ашытып жатыр. Аяқ астынан қатынды бүйтіп тәрбиелейсің, қызды бүйтіп тәрбиелейсің деп миды ашытып жатыр. Міне, одан бір миллион жыл қазақ қыз тәрбиелемеп па, ұл тәрбиелемеп па. Міне қалың секта, енді діннің өтімі болмағаннан кейін қайтадан жаңа тонын теріс жамылып, қалаулы ілімге қарай қалың секта бұрылып жатыр. Сенбе ешқайсысына.